Баршаңызға ассалаумағалейкум. Кенелер адамды аямай жатыр. Қостанай облысында күн жылынғаннан кейін кенелер шыға бастады. Ересектер мен балалар ауруханаға түсіп жатыр. 14 сәуірде облыстық ауруханаға кене шаққан 6 адам, соның ішінде бір бала түсті делінген Қостанай облыстық санэпидбақылау департаментінің хабарламасында. Кене күн жылынғанда шығады. Былтыр осы кезде олар Қостанай облысында 40-қа жуық адамды шаққан. Алматыда көктем шыққалы бері 758 адамды кене шаққан. Бұл туралы Алматы қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті хабарлады. Департамент мәліметінше 4 мамырдан бастап жалпы ауданы 2402 га аумақта кенеге қарсы сұйықпен өңдеудің бір кезеңі басталды. Яғни Алатау, Алмалы, Әуезов, Жетісу, Медеу, Наурызбай, Түрксіб аудандарының қалалық саябақтары, скверлері мен Алма-Арасан шатқалы өңделді. Өңделген жердің жалпы көлемі 530 гектар. Кенеге қарсы өңдеу жұмыстарын Алматы қаласы бойынша дезинфекция орталығының филиалы аудандық сапа мен қауіпсіздікті және тауарларды бақылау басқармасы мамандарының тікелей бақылауымен жүргізеді. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.